Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырыбымыз өлшеу құралдарындағы резисторларға арналған жоғары кедергілі қорытпалар. Негізінен қорытпалардан талап етілетін сипаттамалар осы қорытпа қолданылатын белгілі бір құрылғының арнайы мақсатымен анықталады. Мысалы, нақты кедергілерді жасау үшін қорытпаның мыспен жанасуынан туындаған термоэлектр қозғаушы күші төмен болатын қорытпалар қажет. Уақытқа байланысты кедергісі де тұрақты болуы тиіс. Пештер мен электр жылытқыштарда қорытпаның тотығуы 800 градустан 1100 градусқа дейінгі температурада да жол берілмейді. Яғни мұнда ыстыққа төзімді қорытпалар қажет. Жоғары кедергілі қорытпаларға қойылатын негізгі талаптар төмендегідей. Кедергісі жоғары болу, кедергінің температуралық коэффициентінің төмендігі, мысқа қатысты термоэлектр қозғаушы күштің төмендігі, сымға оңай тартылуы, құнының төмендігі, электр жылыту құрылғыларына арналған қорытпалар ауада 1000 градус Цельсияға дейінгі температурада ұзақ уақыт жұмыс істеуі тиіс. Осы аталып өткен сипаттамалардың барлығы қорытпаларға қойылатын негізгі талаптар болып табылады. Мұндай материалдар дәлдікке төзімділік элементтерін өндіру үшін өте қажет. Мысалы, потенциометрлік орамдарда, шунттарда, кедергі катушкаларында, термопар резисторларында, тензометриялық датчиктерде осындай қорытпалар қолданылады. Және электр аспаптары мен пештерге арналған қызу элементтері де кедергісі жоғары қорытпалардан жасалады. Балқымалардың электрлік кедергілерінің жоғары болуы олардың құрылымы қатты ерітінді болған кезде ғана жүзеге асырылады. Сонымен қатар бұл қорытпалардың электр кедергісінің температуралық коэффициенті төмен болуы қажет. Сондай-ақ қыздыру элементтері үшін қыздыруға төзімділік өте маңызды. Сонымен қатар жылытқыштардың пішінін сақтауда маңызды болып табылады. Негізінен электр кедергісі жоғары барлық қорытпалар екі топқа бөлінеді. Олар жұмыс температурасына байланысты. Жұмыс температурасы 500 градустан жоғары емес реостаттық қорытпалар және жұмыс температурасы одан әлдеқайда жоғары және 1100 градусқа дейін жететін қыздырғыш элементтерге арналған қорытпалар. Енді осы қорытпалар жайлы тоқталып өтетін болсақ. Реостаттық қорытпалар мыс негізіндегі никель және марганец қоспалары. Мыстың никельмен және марганецпен қорытпалары қатты ерітінділердің үздіксіз қатарын құрайды. Бұндай қорытпаларға манганин, константан, копельді жатқыза аламыз. 40-50% никелі бар қорытпалар максималды электр кедергісіне және электр кедергісінің теріс коэффициентіне ие. Электр кедергісінің ең төменгі температуралық коэффициенті манганинде кездеседі. Константан мен копельдің мыспен жыптасқанда қорытпаларында термоэлектр қозғаушы күші жоғары болғандықтан өлшеу тізбектерінде және дәлдік кедергісі үшін манганин ғана қолданылады. Ал константан мен копель термопар жасау үшін қолданылады. Манганинға тоқтала кететін болсақ, электр кедергісі мен электр кедергісінің коэффициенттерінің тұрақты мәндерін алу үшін манганинді вакуумда 400 градус температурада қайта кристалдандыру үшін күйдірілуіне ұшырайды және белгілі кедергіге жеткеннен кейін қалдық кернеулерді жою үшін бірнеше рет аз қыздыруға қайта ұшырайды. Бұл екінші рет қыздыру температурасы 200 градус Цельсияны құрайды. Манганиндер никель, мыс және марганецтен тұрады. Құрамы 84%-дан 86%-ға дейін мыс, 11%-дан 13%-ға дейін марганец және 2-ден 3%-ға дейін никель. Қазіргі кезде ең танымал манганиндердің құрамында 86% мыс, 12% марганец және 2% никель бар. Манганиндерді тұрақтандыру үшін оларға аз мөлшерде темір, күміс және алюминий қосылады. Алюминийдің үлес салмағы 0,12-ден 0,15-ге дейін, темірдікі
0,2-ден 0,5%-ға дейін, күмістікі 0,1%-ді құрайды. Манганиндерге тән ашық қызғылт сары түс және оның балқу температурасы 960 градусты құрайды. Диаметрі 0,1-ден 6 мм-ге дейінгі манганин сымы қатты немесе жұмсақ болуы мүмкін. Күйдірілген жұмсақ сымның созылу беріктігі 45-тен 50 кг бөлінген миллиметр квадратты құраса, ұзаруы 10%-дан 20%-ға дейін жетеді. Бұл сипаттамалар манганиннің электр кедергісінің температураға тәуелділігінің маңызы көп емес екенін көрсетеді. Бұл фактор кедергінің тұрақтылығына келеді, оның электр қоз өлшеу құралдарын жасауда маңызы зор. Термоэлектр қозғаушы күштің төмендігі манганиннің тағы бір артықшылығы болып саналады. Ол мыс элементтерімен байланысты градусқа шаққанда, оның -6 дәрежесі вольтты ғана құрайды. Константан туралы айтатын болсақ, константанда манганиннен айырмашылығы никель көбірек. Оның үлес салмағы 39%-дан 41%-ды құрайтын болса, мыс керісінше азырақ, ол 60-65%-ды ғана құрайды. Марганецте 1-2%-ын құрайды. Бұл да мыс никель қорытпасы. Константанның температуралық коэффициенті 0-ге жақындайды. Бұл осы қорытпаның басты артықшылығы. Константанның түсі күміс ақ, балқу температурасы 1270 градусты құрайды. Өнеркәсіп диаметрі 0,1-ден 5 мм-ге дейінгі константан сымын шығарады. Манганинмен салыстырғанда термоэлектр қозғаушы күш қасиеті бойынша 300 градус Цельсийдегі температураны өлшеу үшін қолданылатын мыспен жұптастырылған термопарыды константан сымын қолдануға мүмкіндік береді. Ал 300 градустан жоғары температурада мыс қышқылдана бастайды. Константан болса тек 500 градуста қышқылданады. Сондықтан 300 градустан жоғары температураны бұл термопарлар арқылы өлшеуге мүмкіндік болмайды. Көрші орамдар арасындағы кернеу бірнеше вольттан аспайтын реостаттарда константан сымының келесі қасиеті қолданылады. Егер бірнеше секунд ішінде константанды 900 градусқа дейін қыздыратын болсақ, содан кейін ауада салқындатса, сым қарасұр оксидті пленкамен жабылады. Бұл пленка оқшаулама ретінде қызмет ете алады, өйткені ол диэлектрлік қасиетке ие. Электрлік жылытқыштар мен кедергі пештерінде ленталар мен сымдар түріндегі қыздыру элементтері 1200 градусқа дейінгі температурада ұзақ уақыт жұмыс істеуі қажет. Бұған мыста, алюминийде, константанда, манганинда жарамайды, өйткені 300 градустан бастап олар қатты тотыға бастайды. Одан кейін оксид қабықтары буланып, тотығу процесі ары қарай жалғасады. Мұнда ыстыққа төзімді өткізгіштер қажет. Жылыту элементтерінің қорытпалары қатты ерітінділердің пайда болуына байланысты жоғары электр кедергісін қамтамасыз ететін темір және никель негізіндегі қорытпалар. Ыстыққа төзімділікті арттыру үшін қорытпаларда хром мен алюминий көп болуы керек. Алайда алюминий қорытпаның икемділігін нашарлатады және сымды алуды қиындатады. Көміртектің мөлшері қатаң шектеулі болуы тиіс. Ол 0,6-дан 0,12% аралығында ғана қабылданады. Өйткені карбидтердің пайда болуы созылғыштықты азайтады және жылытқыштардың қызмет ету мерзімін қысқартады. Никель негізіндегі карбид қорытпаларының электр кедергісі жоғары. Ең қарапайым қорытпалар нихром. Олардың ішіндегі ең жақсы қорытпа H20N80 маркалы қорытпа. Ол 1050-1100 градусқа дейінгі температурада жұмыс істейді. Нихромның құнын төмендету және олардың технологиялық қасиеттерін жақсарту үшін никельдің бір бөлігін темірмен алмастырады. Темірі бар нихромдарды ферронихромдар деп атайды. 950-1100 градус температурасында жұмыс істеуге ұсынылатын құрамында 25% темірі бар ферронихром H15 N60 кеңінен танымал.
Нихромның меншікті электр кедергісі 1-ден 1,2 Ом мм квадрат бөлінген метр, ал ыстыққа төзімділігі 1000-нан 1100 градусқа дейін жетеді. Нихромдар тұрмыстық техниканы және электр пештерінің қыздыру элементтерін және жоғары омдық кедергі бөліктерін жасау үшін қолданылады. Нихромдар мен ферронихромдар фехраль қорытпаларына қарағанда иілгіш және ыстыққа төзімді, бірақ олар әлде қайда қымбат болып табылады. 1200 градустан жоғары температурада отқа төзімді металдарға негізделген қорытпалар, сондай-ақ керамикалық материалдар, силиттер қолданылады. Силит шыбықтары кремний карбидінен күйдіріледі және 1500 градусқа дейінгі электр пештерінде жылытқыш ретінде қолданылады. Силит жартылай өткізгіш материал болып табылады және электр кедергісі жоғары.